Кез келген зайырлы елдің даму бағытын, бағдарын айқындайтын басты құжаты болады. Ол ата заңы. Тәуелсіз мемлекет болып құрылған Қазақстанның алғашқы конституциясы 1995 жылы қабылданды. Кейін заңға бір емес, екі рет өзгеріс пен толықтырулар енді. Содан 30 тамыз ел үшін елеулі. Жылда мерекені тойлау бір апта бұрын басталады. Түрлі жиындар өтеді, түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Бүгінде Таразда аталмыш мерекеге орай ата заң ел тірегі атты тақырыпта дөңгелек үстел өтті. Жастардың саяси сауаттылығын арттыру, өз құқықтарын заң жүзінде қорғауға үйрету. Бүгінгі шараның басты мақсаты осы. Әр адамның құқығының кепілі, саяси білімінің бастауы ол конституция. Өскелең ұрпақты былай қойғанда, Қазақстанның бар азаматы ата заңның әр бабын, әр тарауын жақсы жітік білуі тиіс. Айта кетейік, 1995 жылы 30 тамызда тәуелсіз Қазақстан конституциясы қабылданды. Кейін 1997 және 2007 жылдары өзгертулер мен толықтырулар енді. Ата заң 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Өзіміздің мысалы заңдарымыз, құндылықтарымызды адам ұмытылып бара жатыр ғой. Соларды түсіндіру, есіне салу және осы конституция негізінде өздерінің мысалға жалпы айтқанда құқықтық, заңдық, тәртіптілік дейміз, солардың басшылыққа алуы саналады. Тәуелсіз сарапшылар жүргізген зерттеуге сүйенсек, ел студенттерінің 77% құқын жақсы біледі, 58% құқықтық сауаттылығының төмен екенін сезеді. Ал сауалнамаға жауап берген барлық адам 100% заңдық сауаттылық керек деп есептейді. Бұдан түйін. Тек әр жыл сайын мереке қарсаңында емес, халық арасында жиі түсіндіру жұмыстарын жүргізіп тұру қажет. Гүлжан Серік, Дулат Шықпанбетов, Нұрбол Қыстаубек, 7-7 Ньюс.